93 жастағы атаның подаркасы. Подарканы дайындадың ба? Жоқ, қандай подарка? Құдаларға апаратын подарка. Жарайды. Не дайындайын? Дұрыстап қағаз пакетке сал. Мынау болмай ма? Болмайды. Бар, әдемі бола ма қағаз? Болады ғой. Шай сал дедің, сосын не сал дедің ішіне? Орамал саласың. Настай тұршы ата. Оған ол үлкен кісі ғой, ақ орамал ма? Иә, орамал. Жоқ, салғаны мынау сосын ана үйде қалай ма? Иә. Ой, бұнағы қасылсай. Жоқ. Кәмпит сал. Мынау жақсы кәмпит. Жоқ. Мата сал. Ой, мата не керек ата? Құдағайға көйлекке керек. Оны бере ма? Бір түрлі емес па мата уже? Шырт дейін. Матан қазақтың салты ғой, беріңдер. Жарайды. Өздерің білесіңдер ғой. Сөйтіп пакет толды. İçine мата салдық, орамал салдық, кәмпит салдық, шай салдық. Нормально ма? Нормально. Пакет осындай болды. Біз құдаларға, ауызашарға дайынбыз.